Бүгін біз мәліметтерді енгізу және шығаруға арналған есептер шығаратын боламыз. Бірінші тапсырма x сандар өсінде x1 және x2 бүтін санды нүктелері берілген. Осы нүктелер арасындағы қашықтықты табатын программа құруымыз қажет. Есептің программа кодын жазып қойдым. Бізде x1 және x2 айнымалы болғандықтан x1, x2 айнымалысын map функциясының көмегімен бір жолға сипаттап жазалап. Int бүтін сан, яғни бүтін тип береміз және int функциясы арқылы енгіземіз мәліметтерді. Тең абысы x1-ден x2-ның айырмасы, яғни x1 абсолют мәндердің айырмасын экранға шығаратын программа құруымызды сақтадық. Енді x1 мен x2-ге біз мән береміз. 4 минус 8, яғни бір жолда жазу үшін мана мен map функциясын қолданып, enter батырмасын басам, яғни 12 шықты, есеп шығып тұр. Екінші есеп бізде x-тің мәні берілген. Өрнектегі y-тің мәнін есептеуіміз керек. Берілген есептің программасын жазып қойдым, яғни бізде бір айнымалы берілгендіктен x input, яғни x мәнін бүтін санда енгізген y өрнегін Python программалық тілінде сипаттап жаздым. Y-тің мәнін есептеп, экранға нәтижесін шығаруымыз керек. Запуске беремін, яғни біз x-ке мән береміз 5 деген. Enter батырмасын басам, 79 шықты. Яғни бұл жерде x-тің орнына 5 қойып, 5-тен 2-ні аламыз 3, 3-тің кубы 27, 27-ні 3-ке көбейткенде 81 шығады. Енді мұнаяқта жақша 5-тің айырмасы, 5 пен 4-тің айырмасы 1-ге тең, 1-дің квадраты 1-ге тең, 5-ті 1-ге көбейтем 5. Яғни 81-ге 5 тоғысам 86, 86-тан 7-ні алғанда бізде 79 шығады. Бізде үшінші тапсырма берілген. Марат пен Еркін ауладағы кірпіштерді тасыды. Марат П кірпіш, ал Еркін оған қарағанда К кірпіш кем тасыған болса, екі бала барлығы неше кірпіш тасыған? Есептің программасын жазуымыз қажет. Мен есеп программасын жазып қойдым, яғни бізде P және K деген екі айнымалы болғандықтан P-K-ны жолға жазу үшін map функциясын қолдандым. Int бүтін санды енгізуім қажет. Input функциясы арқылы енгіземін бүтін санды. S тең P-ның қосындысы P мен K-ның айырмасына. Print шығаруымыз керек, S-тің мәнін экранға шығаруымыз керек. Яғни екі баланың, мана айттық, P кірпіштен қарағанда K кірпішті кем тасыған, және оның барлық тасыған кірпіш сандарға екі баланың тасыған кірпіш санына бір-бірін қосуымыз қажет. Формуланы жаздым, запуске беремін. Енді мен P мен K-ға айнымаларына мән берем 150 және 150 деген. Екеуінің қосындысы, яғни 150-ден 50-ді алады, 100 болады. 100-ге 150-ді қосып, нәтижесінде барлығы 250 кірпіш тасыған. Бізде төртінші есеп, Әселдің A теңге ақшасы бар. Бір өшіргіштің құны К-ға тең, және бір қаламсаптың құны С-ға тең. Әсел қолындағы барлық ақшасына қанша өшіргіш, немесе қанша қаламсап сатып алады? Есептің программасын жазуымыз қажет. Есеп программасын жазып қойдым. Бізде үш айнымалы А, К, С, яғни ақшаның, сонымен қатар қаламсақ, өшіргіштің, қаламсақтың құнын білу керек. Үш айнымалы бар болғандықтан бір жолға сипаттап жазу үшін map функциясын қолдандым, және бүтін сандар болғандықтан бүтін типін тағындап, input енгізуді сипаттап жаздым.
принт менде экранға шығару керек. Яғни ақшаның санын өшіргіштің құнына бөлген кезде бүтін бөлік неше біз өшіргіш сатып алатынымызды анықтауға болады. Келесі, берілген ақшаны қаламсаптың құнына бөлген кездегі бүтін бөлігі қанша қаламсап сатып алатынымызды анықтауға болады. Экранды шығарылған есепті запуске беріп, нәтижесін экраннан көрейік. Принт, яғни экранға шығару. Бізде берілген 100 теңге және біздің өшіргішіміз 10 теңге, қаламсабымыз 15 теңге. Enter батырмасын басамыз. Яғни 100-ді 10-ға бөлгенде 10-дан береміз. Бүтін бөлігін 10. 10 өшіргіш сатып алады екенбіз. Келесі 100-ді 15-ке бөлеміз, 6-дан бері сол кезде 6 қалдық. Яғни бүтін бөлігі 6 болғандықтан біз 6 қаламсап сатып аламыз.